Сәлем достар, қалдарың қалай? Мектепте ғарыш туралы онша еш нәрсе оқытпайды. Ары кетсе физика және астрономия сабағында оқыту мүмкін, бірақ та ол жердегі астрономияның саны мына апа мен оның қолындағы чайды салыстырған сияқты. Сізге мұғалімдеріңіз ай мен жердің арасы 384.400 километр екенін айтқан болу керек. Бірақ та осы санның қаншалықты үлкен екенін сізге сол бойы ешкім түсіндірген жоқ. Бәрімізге ешкім түсіндірген жоқ. Ал енді сіздерге сұрақ: айға жаяу қанша уақытта жетуге болады? Бүгінгі біздің видеода сол туралы айтып көрейік. Бірақ та ол үшін бізге ғарышқа сапар шегу керек. Бұл саяхатқа біз жалғыз бармаймыз. Бізбен бірге досымыз Салауат барады, бірақ та Салауаттың сағатына 100 км жүретін машинасы бар деп есептейік. Машинасымен ол айға бізді отырғызбай кетіп қалды. Жарайды, Салауат барса бара берсін. Мен сіздермен бірге асықпай, өзімнің екі аяғымен сағатына 8 км жылдамдықпен жаяу баратын боламын. Сонымен сапарымыз басталды. Біздің бірінші аялдамамыз ай. Небәрі 160 күн өткеннен кейін, яғни жарты жылдан кейін, Салауат өзінің машинасымен айдың бетіне жетеді. Ал маған жаяу айға дейін жету үшін қанша уақыт керек деп ойлайсыздар? Ойлаңыздар, 5 жыл уақыт керек. Жарайды, аймен ғана шектелудің қажеті жоқ. Басқа планеталарға барып көрейік. Мысалға, Марсқа бару үшін бізде бір қиындық бар. Өйткені Марс пен Жердің арасындағы ұзындық ылғи өзгеріп отырады. Бұған себеп Марс пен Жердің орбита бойындағы қозғалысы әртүрлі. Ең жақын деген аралық мына бөлікте 56 миллион километр. Біздің видеомызға сол аралықты алып көрейік. Жерден бастап есептегенде Салауатқа машинасымен 56 миллион километрді жүру үшін 63 жыл уақыт керек. Ал маған 799 жылдан кейін мен Марсқа жетем. Ұмытпаңыздар, біз қазір Марстың Жерге ең жақын орналасқан уақытын айтып отырмыз. Біз әлі алысқа кеткен жоқпыз. Мүмкін күнге барамыз. Күн мен Жердің арасындағы ұзындық та ылғи өзгеріп отырады. Бірақ та біздің сапарымыз үшін күннің ұзақтығын 149 миллион 600 мың километр деп есептейік. Салауатқа күнге дейін өзінің ешқашан бензині таусылмайтын машинасымен жету үшін 200 жыл керек. Ал мен өзімнің шаршамайтын аяқтарыммен 2168 жыл жүрсем, онда күннің бетіне барып кішкене қыздырынып келуге болады. Күн жүйесіндегі әрбір планеталарға жеке-жеке тоқтаудың қажеті жоқ. Оданша бірден ең алыс планетаға барайық. Плутон қорқынышты, алыс, суық. Плутонның Жерге ең аз дегендегі жақындығы 5,16 миллиард километр. Арада 6392 жыл өтті. Салауат міне өзінің машинасымен Плутонның бетіне енді келе жатыр. Және бар болғаны 90 мың жылдан кейін мен де ақырын осы планетаға жақындадым. Біздің күн жүйеміздің ара қашықтығы шынымен де осындай, өте үлкен. Плутонмен біздің сапарымыз әлі аяқталған жоқ. Плутоннан ары қарай шығып көрейік. Одан ары қарай қайда баруға болады? Біздің күніміздің көршісі, біздің күніміздің досы, біздің күнімізге ең жақын деген жұлдыз Проксима Центавраға барып көрейік. Проксима Центавраға дейінгі ара қашықтықты есептеу үшін бізге километр көмектесе алмайды. Жарықтық жыл дегеніміз бұл жарықтың бір жылда жүретін уақыты. Егер білсеңіздер, әлемдегі ең жылдам нәрсе ол жарық. Жарықтың қаншалықты жылдам екенін көрсету үшін сіздерге бір мысал. Мысалы, маған Алматыдан Астанаға бару керек деп есептейік. Егер мен бұл сапарға жарықтың жылдамдығымен шықсам, онда бұл сапардың ұзақтығы мынандай болады. Болды. 1 секундқа жетпей сен уже Астанадасың. Жарайды, Астанадан Өскеменге. Және тура осы жылдамдықпен біз Проксима Центавраға аттансақ, онда соның өзінде бізге 4 жыл уақыт керек. 4,5 миллион жылдан кейін Салауат Проксима Центавра жұлдызына жақындады. Машинасы аман болсын. Ал маған өзімнің алтын аяқтарыммен Проксима Центавраға жету үшін 557 миллион жыл керек. Және жетсек егер, соның өзінде біз өз үйімізден қатты алыстаған жоқпыз. Ғарыштағы есеп бойынша бұл мүлдем жоқ сан. Мысалы, басында біз галактиканың мына жерінде болдық. Қазір мына жеріндеміз. Бұл сапарымызды жай ғана көршіңнің үйіне барып шай ішкен сияқты келтіруге болады. Ең жақын көршіңнің үйіне бардың, шай іштің. Біздің сапарымыз осындай ғана. Ал көрші галактикаларға қалай болады екенін барсақ.
Мысалы бізге көрші тұрған Андромеда галактикасы. Егер біздің осы галактикаға барғымыз келсе, онда жарықтың жылдамдығымен 2,5 миллион жыл керек. Бұл жерде машинамен жүрдің бе, жаяу жүрдің бе, есептеудің қажеті жоқ. Бұл аралықта сан деген нәрсе өзінің мағынасын жоғалтады. Қойшы оданша, үйге қайтайық. Бүгінгі біздің ғарышқа сапарымыз сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басыңдар, комментарийларын жазыңдар. Достарыңа осы видеоны көрсетіңдер, достарың да білсін бұл туралы. Келесі кездескенше аман болыңдар, сау болыңдар және алдым болашақ кім білген өмірді, ғарышкер болам деп мен бұрын, айға барып шалқалап жататын менің бала арманым, қиялым.